Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге екі ақша табу жолын айтатын боламын. Ол ақша табу жолын қолданып, сіздер ешқандай ақша салмай, телефонмен ақша таба алатын боласыздар. Сол себепті де видео міндетті түрде басынан соңына дейін көріңіздер. Сол кезде барлығын түсінесіздер және де артық сұрақтарыңыз болмайды. Ал енді каналға әлі тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыздар. Ал қараңыздар, біріншісі салам адам деген опросник. Бұл опросникта дәл қазір опрос бар екен. Опрос орындаған үшін бізге теңгемен ақша береді, және де ол ақшаны біз банковский картамызға немесе телефон номерімізге шығарып ала аламыз. Қазір мен сіздерге басынан аяқ көрсететін боламын. Міне бұл жерде мен өзімнің аккаунтыма кірдім, және де бізде геолокация қосасыз ба деді, қосамыз. Одан кейін біз опросқа кіретін болсақ, бізде дәл қазір бір опрос тұр, 250 теңгеге алдын. Мен бір опрос орындаған, оған 200 теңге берген. Менің балансымда дәл қазір 200 теңге бар. Енді қараңыздар, ол опросты орындау қиын емес. Перейден басамыз. Сіздердің барлықтарыңызда болу керек деп ойлаймын, себебі типа 5G жайлы опрос. Бұл қалаға қарамайды, барлық жерде болады деп ойлаймын. Қазір тез орындап шығуға тырысатын боламын. Біріншісінде біз келсеміз деп басамыз. Город басамыз. Бұл жерде біз өзіміздің қаламызды таңдаймыз. Шымкент. Бізге қанша жас? Арғай жасымызды жазамыз, сосын опрос басталу керек. Ал енді қараңыздар, маған опросты қайтарып жіберді. Яғни опростан өтпедім мен. Неге десеңіздер, менде жақындарыңыз немесе өзіңіз сетевый операторларда немесе басқа жерлерде қандай жерлерде жұмыс жасайды деген сұрақ келді. Біз сетевый оператор деген таңдауымыз керек еді. Яғни Азия связных сондай сияқты нәрселерде жұмыс жасайды деген таңдауымыз керек еді. Бірақ мен оны таңдамадым. Сол үшін маған опросты қайтарып жіберді. Ал сіздер болсаңыздар, соны таңдасаңыздар болады. Бұл жерден ақша 100% шығу керек. Кошелекқа кіресіздер, просто сумманы жазасыздар. Мысалы, минимальный сумма 300 теңге екен. Яғни мен 200 теңгені дәл қазір шығара алмаймын. Бірақ осының алдында мен бұл жерлерден ақша шығарғам. Мен 800 теңге, 700 теңге, 450 теңге, 600 теңге шығарғам. Бұл жерден ақша шығып тұр, және де опрос шыны керек. Көп емес. 2 апта, 3 аптада бір опростар келеді. Просто орындағандарың үшін сіздерге 250 теңге, 200 теңгеден беріп отырады. Ал енді қараңыздар, екінші приложение бұл STN деп аталады. Бұл приложение біз жүгіргенім үшін, тренировка жасағаным үшін, мини ойындар ойнағаным үшін бізге осы ойынның монетасын төлейді, және бұл ойынның монетасы жақында сатылымға шығады. Қазір мен сіздерге барлығын басынан аяқ түсіндіретін боламын. Сол себепті де дұрыстап тыңдаңыздар. Ең бірінші регистрация жасағанымыз үшін бізге $10 бонус береді. Ол $10-ды қалай шығаратынын қазір сіздерге айтатын боламын. Ең бірінші приложениені скачать етіп болғаннан кейін ап деген басасыздар. Одан кейін осы жерге Gmail почталарыңызды, аттарыңызды, паспорттарыңызды қайталап, одан кейін реферал код деген жерге менің реферал кодым Telegram каналымда тұрады. Сол кодты жазасыздар. Одан кейін Gmail почталарыңызға осындай SMS келеді. Осын басасыздар. Басқаннан кейін сіз регистрациядан өттіңіз деп шығады. Одан кейін обратно приложениеға барып, өздеріңіздің аккаунттарыңызға кіресіздер. Ешқандай қиындық жоқ. Сигниннен басып, осы жерден аккаунттарыңызға кіресіздер. Аккаунтқа кірмес бұрын мен сіздерге қазір бұл приложениенің твиттерін көрсетіп шығайын. Бұл приложениенің өзінің твиттер каналы бар. Мұны көргендеріңіздей 30 000 адам оқиды екен, және де бұл приложениенің токені жақында сатылымға шығатын жайлы айтқан көргендеріңізді листинг STN токен Мексик биржасына 9 майда шығады деген. Яғни 9 майға дейін сіздер тіркеліп $10 бонус алып үлгере аласыздар. Бұл 100% шын ақпарат деп ойлаймын. Себебі қараңыздар, бұл жерде Мексик биржасының өзі пост жасаған осы приложение жайлы. Міне Мексик деген биржа. Көргендеріңізде біз қуаныштымыз. Осы STN деген токен жақында біздің биржаға сатылымға шығатынына деп жазған. Міне көргендеріңізде Мексик Глобалға кіретін болсақ, оригинал страницасы 792 000 адам қарайды екен, және де бұл приложениенің өзінің әлі шықпас бұрын гифтары болып жатыр, әртүрлі розыгрыштар болып жатыр. Осы твиттер арқылы твиттерге тіркелсеңіздер қатыса аласыздар. Көргендеріңізде міне бұл жерде 500 000 STN токен. Просто Google форма толтырған үшін бізге сыйлыққа ұтып алуымызға мүмкіндік бар. Бірақ ондай жерлерде ұту өте қиын. Ал енді қазір приложение жайлы айтатын боламын. Қазір мен өзімнің аккаунтыма кірем. Мен қазір өз аккаунтыма кірдім, және де бізге бұл жерде барлығын бірінші таныстырып шығады. Одан кейін бізге осы $10 береді. Бірақ бұл $10 доллармен емес, бізге осы STN деген токенмен береді. Яғни бұл STN деген токенді приложениенің токені 9 майда сатылымға шыққанда ғана сата аламыз. Одан бөлек бұл жерде біз әртүрлі іс-қимылдар жасап ақша тапсақ болады. Жаңа айтқандай, жүріп ақша тапсақ болады, жүгіріп ақша тапсақ болады.
әртүрлі жаттығулар жасап ақша тапсақ болады. Одан кейін мини ойындар ойнап ақша тапсақ болады. Одан кейін бізге осындай NFT персонаж береді. Осы персонажбен біз осының барлығын жасайтын боламыз. Мини гейм деген жерде біз камерамен осындай әр нәрселерді жегеніміз үшін береді. Өздеріңіз көргендей мен бірінші орын алдым, бағана бір ойнадым. Бірінші орын алдым, және де маған кішігірім токен берді. Көргендеріңіздей 8 мен 20 токен арасында сіз ұтып ала аласыз. Старт деген басатын болсақ, қазір бізге камера шығады, одан кейін камерадан домалақ шариктер шығады, соларды жүйеміз керек. Ал жүгіретін болсаңыздар, просто кіресіздер и басасыздар, геолокация жүгіресіздер, болды. Ешқандай қиындығы жоқ. Бізде өзіміздің здоровьямыз болады. Күн сайын бір 10 шақты 15 шақты іс-қимыл жасай аламыз, және де күн сайын кішігірім болса да осы STN токенін таба аламыз. Токеннің сатылымға 9-ына ғана шығады. 9-ына дейін сіздер ол токенді сата алмайсыздар. Бірақ әртүрлі жағдайларға байланысты шықпай қалып немесе сата алмай қалатын кездер болуы мүмкін. Себебі токеннің ценасы қатты құлап кетіп, бұл $10-ды $3, $4 сататын кездерде болған. Мысалы, осы бағасын ұстап қалатын болса, біз $10 сата аламыз, сәл өсетін болса $15-20 дейін сата аламыз, ал қатты құлайтын болса $3-4 дейін сатуымыз да мүмкін. Одан бөлек токенді шығару үшін бізге міндетті түрде верификацияны өтуіміз керек. Яғни Indeed осы бар, верификацияны өт деген. Просто Қазақстан деп басамыз. Бұл верификация не үшін жасалған? Менің ойымша, бұл верификация бұндай приложениялар қатты керек емес, бірақ білесіздер, мультяк деген қазір абуз деген криптовалютада өте қатты дамыған. Сол себепте сондайлардан сақтану үшін деп ойлаймын. Себебі бір адам прокси қолданып 20-30 аккаунтқа дейін тіркеп тастайды. Міне сондай нәрселерден қорғану үшін может осы идентификация тұр. Одан бөлек достарымыз шақырсақ, бізге қандай да бір бонустар береді. Өздеріңіздің реф кодтарыңызды аласыздар и достарыңызға таратасыздар. Дым қиындығы жоқ. Болды, барлығы осы. Кіріп ойнап көрсеңіздер болады. 100% ақша таппасаңыздар, мүмкіндік бар. Мысалы, сіз 100% ақша таппауыңыз мүмкін бұл приложениеден, бірақ токен сатылымға шығып, ценасы сәл өсетін болса $15-20 дейін ұстап қалуға болады.